Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 6 сыныптың Python IDE мен танысу, яғни бізде Python тілін нөлден бастап үйренеміз. Бізде Python тілі информатика пәнінде 6 сыныптан басталады. 6 сыныптың 3 тоқсаннан бүкіл тоқсан бойы Python мен танысатын боламыз. Жалпы біз ең ерекшелігі 3 баспаны қамтитын боламыз. Олай болса кеттік. Ең алғашқы біздің тақырыбымыз 3-те бірінші тақырып IDE мен танысу. Жалпы IDE дегенімізге қазір тоқталамыз. Жалпы ең алдымен программа деген не екенін біз ажыратып алайық. Программа дегеніміз бұл компьютерді түсінетін, яғни сол тілде жазылған командалар мен нұсқаулар жиынтығы. Яғни нұсқаулар деген сөз, сіз яғни жазасыз кодты кішкентай балаға үйреткендей, яғни сіз қалай команда берсеңіз, ол тек қана солай орындай алатын машине ғана. Программа компьютерде белгілі бір тапсырманы орындауға бағытталған нақты командалар тізбектерінен нұсқаулықтардан тұрады дейді. Программа жазу процесін программалау. Артқа дейік. Программа жазу барысын программалау, программаны жазатын адамды программалаушы деп атайды. Компьютер түсініп қабылдай алатын тілді программалау тілі деп атайды. Компьютерлік программа компьютерді басқаруға арналған логикалық құрылым мен реттілігі бар командалар жиынтығы. Былай да нестейік. Жалпы IDE дегенге тоқталайық. IDE дегеніміз бұл жалпы программалық жасақтама жасауға арналған программалардың кешені деп аталады. Онда қандай кешен бар? Бірінші мәтіндік редактор, келесі компилятор жасалған файлдарды, оларды байланыстыру процесі, келесі режим отладки бар. Және де компьютерлік тілді, компилятор, интерпретатор деп аталады. Жазылған кодты компьютердің машина тіліне, машина кодына ауыстыру. Жалпы бұл IDE-сі бар тек қана Python емес, одан бөлек C++, Pascal, Java сияқты программалар жатады. Бірақ соның арасынан бізде Python тілін таңдап отыр. Неге? Себебі Python тілі өте оңай тіл меңгеруге, және де қазіргі кезде бұлай өте танымал топ бір тіл деп айтуға да болады. Жалпы осы кітапта жазылған кезде бұл жерде 3.7-де екінші версиясы болған, ал қазіргі кезде бізде ол Python 3.12 версиясы, және бұл версия 2023 жылдың октябрьдің 2 айында обновление, яғни жаңартуын алған болатын. Жалпы бұл жерде осы мен теория біткен. Арманда болса бізде айтады, ең басында 3.8 деп айтқан, 3.5. Бұның жалпы авторы, яғни негізін қалаушы Гвидо ван Россум, нидерландық программист. Ол 1991 жылы ол ең алғашқы кодын шығарады. Бірақ бұл кодты істеуге 1989 жылы декабрь айынан бастап кіріседі. Программамен танысуда бізде алгоритм ұғымын ескерген дұрыс. Алгоритм дегеніміз алға қойылған мақсатқа жету үшін, немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті және нақты ережелер бойынша жинақы түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбегі. Яғни бізде түсіну керек, что алгоритм дегеніміз, яғни мақсат бір, сол мақсатқа апаратын реттелген әрекеттердің тізбегінен тұрады. Яғни қалай болса жиналған емес, яғни четко по плану ұйымдастырылған. Сонда алгоритм 3 түрі бар. Ең біріншісі сызықтық алгоритм, командалар бұл жерде тізбекте орындалады. Тармақталғанда 2 опцияның біреуін таңдау. Яғни бұл жерде 2 опция деп айтқан, бірақ на самом деле 2 емес, ол бірнеше болғанда да өте көп опция болуы мүмкін. Онымен біз 7-ші сыныпта таныс боламыз. Циклдық әрекеттер, яғни әрекеттер бізде мақсатқа жетпегенше қайталанып отырады. В принципе, осы жерде барлық жерде бірдей айтылған. Мына жерде бізде Python'да ашқан кезде ең алдында бізде shell окносы деп айтылады. Shell окносы бізде соңында нәтиже шығатын, болмаса нәтижені кодты тексеретін бізде программа деп атауға болады. В принципе, бізде сразу жаңа файлды ашып, осының ішіне жазған бізде дұрысырақ. Ең бірінші код бізде берілген, және сразу сіздерге үйренетін нәрселеріңіз осы options бағдарламасында configure idle'дан бізге керекті бір шрифті, керекті бір
қаріптің өлшемін алуымызға болады. Так, онда бізде былайынан болсын. Ең алғашқы код бізде print наурыз жыл басы дейді. Онда былайынан алайық. Print наурыз жыл басы. Кодтың адына, программаның атын береміз. Наурыз жыл басы деген сөз шықты. Яғни бізде ең алғашқы кодты осылай берген. Экранда шығады. Сонда бізде print деген ең алғашқы біздің танысатын функциямыз, қарапайым. Оның қызметі бізге нәтижені шығарып беру. Нәтижені немесе біз ойлаған кодты нәтижені шығарып беру бізде ол print командасының жұмысы. Жалпы, принципе, ол print дегеніміз ол бізде функция, готовый, ал функцияның өзінің жақшасы болады. Егер де осылай run модуль деп жіберетін болсақ, бізде код жіберіледі. Кодты жіберу үшін, тексеру үшін F5 пернесін немесе осылай мен сияқты run модуль деп бассақ та болады. Осылай басатын болсақ, бізде код орындалды, ешқандай да ошибка жоқ. Просто бізде принттің ішінде ешқандай сөз жазылмаған. Ол үшін жай ғана бір сөз жазсақ жеткілікті. Бір сөз деп жатсақ, яғни бір сөздің өзі бізге шығады екен. Алғашқы біздің кодымыз болсын. Принципе, осыдан бізде бірінші синтаксис шығады. Егер де кез келген сөзді жазу керек болатын болса, кез келген сөзді тырнақшаға немесе апострофқа аламыз. Алу. Бірінші апостроф немесе тырнақшаға алу керек. Тырнақшадан басасақ тырнақшаға аяқтаймыз, апострофтан басасақ апострофқа аяқтаймыз. Ешқандай да екеуінде нәтижеде ошибка болмайды. Және де екінші синтаксис бізде сөздермен сөздерді қосуға болады. Например, қазіргі бір деген сөзді мысалы апострофпен алып, тырнақшамен алып, оған қосатын болсақ сөзді мысалға апострофпен, ол кезде бізде бір сөз деген шығады, бірақ та басында егер де бізде пробелмен шыққан болса, ал қосатын болсақ бізде ешқандай пробел бізде болмайды. Бір сөздің арасы яғни осы жерде жабысып қалады екен. Ол өте қарапайым мысал. Ол үшін қазір Алматыдағы мысалдары біз қарастырып көрейік. Ең бірінші мысал бізде сәлем Қазақстан. Сәлем Қазақстан деген ол бізде сөз. Келесі мына жерде үш бұрышты байқасаңыздар, мына жерде кішкентаймен, мына жерде тоже кішкентаймен, яғни кішкентаймен кішкентай қосылған кезде үлкен болып кетуі мүмкін емес. Мысалға айтайық, үш пен бұрышты қосатын болсаңыз, үш бұрыш шығады, бірақ та ол үлкен әріп болып кетуі мүмкін емес. Бұл Word емес қой. Сол себепте үш бұрышты үлкен әріппен жазасыз. Сол кезде сіздерде үш бұрыш сөзі үлкен әріппен орындалады. Мына жерде арманды 5 рет көбейтсем, біз давайте осы жерде үш бұрышты 5-ке көбейтейік. Қазір үш бұрышты 5-ке көбейтетін болсақ, не шығады? Элементарно математический жолмен алатын болсақ, қазір тек қана 5 деген нәрсе, 5 деген көбейту, яғни тек бұрышқа ғана тиесілі болып тұр. Бұдан шығатын қорытынды бізде үш бұрыш деген кезде үш бірінші шығып, одан кейін артынан бұрыш сөзді бір-бірімен жабысып 5 рет шығады деген сөз. Яғни үш бұрыш. Яғни осы жерде бұрыш сөз жабыспау үшін біз мына жерге пробел береміз. Сол кезде бізде үш бұрыш сөздері, одан кейінгі бұрыштар жабыспай шықты. Ал енді осы жерде үш бұрыштың өзін мысалға барлығын бір-біріне жабыспау үшін бізде осылайынан жасасақ жеткілікті. Сонда бізде үш бұрыш деген сөз 5 рет шықты. Яғни математикадағыдай қосылған соң барып көбейтіледі. Принципе 5 рет болса 5 рет, ал 50 рет болса 50 рет шығады. Және бір қызығы, қазір осы жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар болғанымен, на самом деле бұл компьютер үшін бар болғаны бір қатар. Және интерпретациялық тіл дегеніміз, ол бізде қатар бойынша оқитын және жазатын тіл болып саналады. Бізде код жоғарыдан бастап төмен қарай оқылатын болады. Алда оны өздеріңіз білетін боласыздар. Келесі. Енді үш бұрыш сөзін сөз ретінде емес, үш бұрыштың өзін шығарып көрейік. Так,
print былайынан келесі. Мына жерде осыны көшіріп алайық та, осыны 3 рет көбейтейік. 3 бұрыш бізде бейнесі шықты. Бірақ та қараңыздар, бұл жерде кітапта берген. Мына программада не дейді, фигуралық жасауға болады дейді. И осы жерде барлығын бір қатарға жазып қойған. Яғни бұл бізде кодты визуальный түрде бір қатарда көргізгенмен, на самом деле код бұл жерде компьютер біледі, что нүктелі үтір қатардың, яғни жолдың аяқталғанын көрсетеді. Сонда бізде синтаксис нүктелі үтір жолдың аяқталуын көрсетеді. Және нәтиже бәрібір бірдей. Бірінші қатарына, екінші қатарына, үшінші қатарына, төртінші қатар деген сияқты. Келесі мысал бізде print қарапайым қосуды орындау, бізде 100 и 150 деп айтқан. Яғни бізде кәдімгі қосу көбейту амалдарын орындай береміз. И бізде мындай сандарды жазған кезде тырнақшаны алмаймыз. Тырнақшаға тек қана сөздерді аламыз. Яғни 5 қосу 10 дейтін болсақ, бізде 15 шығады. 5 көбейту, мысалға 10 дейтін болсақ, 50 шығады деген сияқты бізде мысалдарды орындауға болады. Тіптім осы жерде 5 көбейту 10, тағы да көбейту 5 десек, мысалға 50, 50-ді 5-ке көбейтсек, 250 шығады. Мысалға бізде осында шығарып, қарапайым калькуляторында орнын басады деп айтуға болады. Енді біз осы жердегі сөздерді айтады, тапсырмалар, практикалық тапсырмаларға көз жүгіртсек, ол кезде бізде бірінші тапсырма бізде былайдан болады. Төменде берілген сөздерден біріккен сөздерді алу программасын құр дейді. Біріншісі нұр, 6, сәуле, сұлтан, су, бақан. Так, давайте осы сөздерді көшіріп алайын мен. И осы жерге алайын да мен бұны комментарий қойын. Кстати, комментарий қою ешқандай кодқа влиять етпейді. Бұны да тағы бір синтаксис ретінде қабылдасаңыздар болады. И және де осы жерде сразу көрсете салайын, оны бізде жалпы айнымалы деген нәрсе бар. Бізде математикада да бар ғой. X тең 5, Y тең 2 деген сияқты мысалға айнымалылар. Айнымалылар бізде ол қазір келесі сабақта біз алфавит синтаксисімен танысатын боламыз, бірақ алдыға қарай мен сәл жүгірем. Одан кейін түсініп ала бересіздер. Осы бізде A деген айнымалы, айнымалының мәнін мен нұр деп мысалға қойсам. Екіншісі B деген айнымалға қойын мен 6 дегенді. Келесі С дегенге берейін мен сәуле дегенді. Сонда D дегенге берейін мысалға сұлтанды. Е дегенге берейін суды. Мына жерге бір жерге жаза салайын. F-ке берейін бақанды. Одан кейін G-ға берейін ақты берейін. Бұның барлығын не жасап жатырмын? Енді мүмкін болатын вероятностьтардың барлығын бір-біріне қосу үшін, мысалға нұрға сұлтанды қосыламыз. А плюс D. Бірінші тексеріп көрейік. Сонда Нұрсұлтан сөзі шықты. Енді мен үтір арқылы жазып кете берем. Үтір бізде, яғни осыларды айнымалылардың осы жерде шыққан мәндерін біз үтір арқылы жазсақ болады деген сөз. А мен D Нұрсұлтан, одан кейін нұр сәуле, мысалға оған қосыламыз ақ нұрды қоссақ болады. Сонда бізде Нұрсұлтан, нұр сәуле, ақ нұр деген сөздер шықты. Келесі болуы мүмкін вариант бізде мысалға Б мен мысалға 6 бақан F-ті қосыламыз, дұрыс па? 6 сәуле деген болмайды жер ондай. Мына келесі қатарға бізде 6 бақан деген сөз шықты. Осылай сияқты сіздерде өздеріңіз
кодтарды осылай бір-біріне сөздерді қоссаңыздар болады, және осы жерде қосылған сөзге бағанағыдай көбейтсеңіздер де болады. Мысалға міне, в принципе осылайынан істеуге болады екен. Жалпы бірінші есеп осымен бітеді, өте қарапайым. Келесі бізде так, осы жерде бізде Қазақстан және Нұрсұлтан еліміздің Астананың атауын 4 реттен, и Қазақстанның еліміздің атауын 4 реттен. Енді бұл кезде Нұрсұлтан болған, бірақ қазіргі кезде Астана болғандықтан мен Астананы 4 рет шығарады екенмін. Так, принт мысалы Қазақстан көбейту 4. Так, Астана көбейту 4. Бізде сөздер байқасаңыздар жабыспаған. Ол жабыспағанды бізде дұрыстау үшін жай ғына сөздің соңында біз бір пробел тастасақ болғаны. Сонда бізде Қазақстан, Астана деген сөздер шығады. Келесі, бізде Python программасының көмегімен баспалдақ фигураларды экранға шығар дейді. Так, 4, 7 дегендер. Төрт, 7, 11. И, скорее всего, 15 болу керек. Сол кезде, в принципе, 4-ден артып отса, в принципе, осылайынан деп ойлаймын. Төрт, 7, 11. И келесі бізде 11 болса, мына жерде 5 қосылған екен, общий 16 болған екен. Сонда кодта былайынан болып өзгереді. Енді мына жерге print деп былайынан қойын. Сол кезде келесін біз астына жаза берем. Төрт бұрышты жазуыма болады. Осы жерде 10. И осыны 4 рет көбейтсем болды. Мына. Так, 4 бұршек шықты. 4 бұршек шықты. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И келесі ыдыс бізде. Print бізде мынау бізде арасын как бір пустой enter сияқты enterдің қызметін атқарып тұр. Бос жол деп көрсете салайын. Мынада бос жол. Так, бізде қараңыздар. Осы жерде бір астымен көре салайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 екен. Значит, арасында 8 пустой жері бар екен. Сонда бізде былайынан болады. Бұның қарапайым жолы бізде осылай біреу жазып, мына жерге екеу жазып, арасына бір пробел беріп, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп жасау. Екінші вариант қазір көрсететін боламын. Мына екінші вариант ретінде былайынан жасауға болады. Так. Так, бізде мынаны қосамыз. Мынандай пустой жолды көбейтеміз. 8-ге қосамыз. И мынандайды қоссақ болды. Тура сондай результат береді. Просто бұл жерде біз пустой жолда 8-ге көбейтіп жіберіп отырмыз. Одан кейін келесі мысал алатын болсақ, бізде суретте берілген дейді. Так, былай алайық, оны өшіріп тастайық. Ені берілген, так, ауданы берілген. Так, ауданын тап дейді. Так, бізде берілген биіктік 3 метр, ені 4 метр, ұзындық 5 метр. Так, бөлменің еденінің ауданын тап, еденнің ауданы болатын болса 4 пен 5 көбейту, периметр бізде периметрна көлем 4 қабырғасының ауданын формуласын
Так. 4 қабырғасының ауданы. Так, 4 қабырғасының ауданы дейді. Так, бұл бізде көлем. Көбейту 2, бұл периметр. Так, формуладан тапқан жоқпын менше. Көбейту біз. Толық бетіңкі, мынау бөлмелердікі ма сонда? Примерно тұр осындай. 2 көбейту Б көбейтілген С. Так, осылайны жасап көрейік, бірақ қаншалықты дұрыс екенін білмейді екен. Но в принципе көре берейік. Бөлменің еденінің ауданы дейді. Біз бөлменің еденінің ауданы болатын болса, былайынан болады. 5 көбейту 4 болады. Бұл бізде бөлме еденінің ауданы. Келесі периметр. Ол бізде 5 көбейту қосу 4. Көбейту 2. Бұл бізде периметр. Келесі көлем бізде 5 көбейту 4 көбейту 3. Бұл бізде көлем. Келесі 4 қабырғасыныңкі болса 2 көбейту 4 көбейту 3 қосылған 2 көбейту 5 көбейту 3. Бұл 4 қабырғасы болсын, 4 қабырғасы. Егер дұрыс емес болса, өздеріңіз формуласын дұрысын жазсаңыздар болады. Одан кейінгі формула бізде қандай еді? Толық бетіңкі 4. Так, көрейікші мықты. 4 қабырғасын. Екі Б болды. Былайынан алсамыз. Көбейту 3. Қосылған 2 көбейту 5 көбейту 4. Қосылған 2 көбейту 3 көбейту 4. Бұл бізде толық бетінің ауданы болсын. В принципе, бізде осындай нәтижелер шығады. Және де осыны сразу былайынан жазбайық. Мысалға А, Б, С деп биіктік ретінде де жазуға болатын еді. В принципе, біз оны келесі сабақтарда жасайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі бізде тақырып осымен аяқталды. Келесі тақырып бізде деректердің типтері. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.